Қаңтардың 26-сына арналған жұлдыз журнал. Тоқты, сабырлы және тұрақты күн. Бұл күні үйреншікті және жеңіл шаруаларыңызды оңай атқарасыз. Қалағаныңызға қол жеткізу үшін тау қопарып жер аударудың қажеті жоқ. Бар болғаны әрбір қадамыңызды ойланып басқаныңыз жөн. Сіздің позицияңыз қарапайым әрі түсінікті. Қарсыластарыңыз сізге ешқандай да кедергі жасай алмайды. Сіздің қарсыластарыңыздың жағында болған кейбір адамдар сіздің жағыңызда болу тиімдірек екенін түсініп, сізге келуі мүмкін. Күтпеген жерден қонақ келіп қалады. Кешкі уақыт достарыңызбен және жақындарыңызбен өтсе, көңіліңіз көтеріңкі болмақ. Торпақ, күн қызықты, бірақ қарапайым емес. Әдетте мейірімді болып жүретін торпақтар бүгінгі күні көбіне тік сын айтып, кейбір адамдарды өзіне қарсы қойып алуы мүмкін. Сабырлы болуға тек шығармашылық қызығушылықтарыңыз көмектесе алады. Сурет салып, музыка тыңдап, өзіңізге ұнайтын нәрселермен айналысуға тырысыңыз. Бір жерлерге барғыңыз келсе, біраз шығындалуыңыз мүмкін. Бірақ бұл шығындар өз бағасына тұратын болады. Егіздер, бұл күн өз дегенімен емес, жағдайдың қай арнаға бұрылады, соған қарай әрекет ете алатындар үшін жайлы болмақ. Айналаңыздағыларды бір сөзден ақ түсіне білу сіз үшін пайдалы болады. Өзгелердің жіберген қателіктерінен сабақ алып, өзіңіз жасар жұмыста оларды қайталамауға тырысыңыз. Қиын шаруаларды мойныңызға алмағаныңыз жөн. Бүгінгі күні тез шаршап, қиын шаруаларыңызды аяқсыз қалдыруыңыз мүмкін. Сонымен қатар, кейбір адамдар сіздің уақытыңызды алуға құмарлық танытатын болады. Шаян, бүгінгі күні қалағаныңыздың барлығын орындау оңайға түспейді. Алайда біраз нәрсені тындырып үлгересіз. Оқиғаның қалай өрбитініне қарай сізде икемдірек болуыңыз керек. Көптеген шаяндарға бұрын қалған сабақтары көмектесетін болады. Соның арқасында олар қателіктерді екінші мәрте қайталамайтын болады. Көңіл күйіңізде аса жақсы бола бермейді. Сабырлы қалпыңызда қалу үшін айналаңыздағы тек жақсы нәрселерге көңіл аударуға тырысыңыз. Егер жалғыздықты сезінсеңіз, жақындарыңыз бен достарыңызға барып сыр шертсеңіз болады. Арыстан, өзіңізге маңызды шаруаларды атқаруға дайындықты бастауға тамаша күн. Егер неден бастарыңызды білмесеңіз, интуицияңызды тыңдаңыз. Ол міндетті түрде неден бастау керектігін айтатын болады. Көптеген арыстандар өздерінің қалауын жасап, бір марқайып қалады. Кішігірім ақпараттар мен детальдарды жіберіп алмауға тырысыңыз. Жалпы айтқанда, арыстандар бұл күні өздерін жақсы сезінеді және ойын жинақтауға да мүмкіндік табады. Бикеш, күн аса жаман емес, бірақ барынша сабырлық пен төзім керек. Басыңызға не келсе, соны айтып, жасауға болмайды. Не нәрсені жасамас бұрын барлығын тексеріп алыңыз. Бұл осы күні орны толмас қателіктер жасамауға көмектесетін болады. Өзіңіз сыйлайтын адамдардың кеңесіне жүгінуден қашқақтамаңыз. Бәлкім, олар сіз көрмей тұрған нәрселерді аңғарып, жақсы кеңес береді. Сонымен қатар, бұл күні қызықты ұсыныстарда түсуі мүмкін. Бұл жұмысыңыз немесе жеке бизнес, сонымен қатар шығармашылыққа қатысты болуы мүмкін. Ал күннің екінші жартысы сізге жақсы жаңалықтар әкелмек. Таразы, сіз аса мұқиятсыз және қай кезде тәуекелге бару керектігін, ал қай кезде сақтық таныту керектігін жақсы түсінесіз. Болып жатқан дүниелерге нақты көзбен қарай білу сізді барынша сабырлы әрі жинақы етпек. Көшбасшылық қасиетіңіз жақсы байқалатын болады. Және көптеген адамдар соңыңыздан еруге дайын болуы мүмкін. Күннің екінші жартысында шығармашылықпен айналысып, жақсы идеялар ойлап, жоспар құруға таптырмас уақыт. Сіз барлығына да өзіңіздің жеке көз қарасыңызбен қарайсыз. Бұл сізді басқалардан ерекшелейтін болады. Алыста тұратын жақын таныстарыңыздан жақсы хабар алуыңыз да мүмкін. Сары шаян, өзіңізге жақын әрі сыйлайтын адамдармен жақсы отырыстар мен әңгімелесулер үшін қолайлы күн болмақ. Ойламаған жерден жақсы адамдармен жолығып,
танысуыңыз да мүмкін. Өзіңіз ыңғай танытсаңыз, романтикалық ұсыныстардың да түсуі ғажап емес. Іскерлік шаруаңызда аса үлкен жетістіктер байқалмайды. Бірақ сіз аса күш салмағанның өзінде шаруаларыңыздың нәтижесі қанағаттандырады. Үйдегі адамдармен қаржылық және тұрмыстық мәселелерді талқылауға болады. Әңгіме барысында барлығы сіз ойлағаннан гөрі жеңіл екенін түсінетін боласыз. Мерген таң атысымен барлығымен достық қарым-қатынаста болуға тырысасыз. Басқаларды түсіне білу қабілетіңіз бүгінгі күні көптеген адамдардың сізге тартылуына көмектесе, қарсыластарыңызды әбіржететін болады. Шаруаларыңыз көп болмақ. Басында не істеріңізді білмей сасқалақтауыңыз мүмкін. Уақыт өте келе барлық шаруаларыңыз оңынан шешіліп, жақсы жетістіктерге қол жеткізесіз. Сәтті нәрсенің алдыңыздан шығуы да ғажап емес. Кейбір мергендер өздерінің қаржылық жағдайын қалай жақсартуға болатынын түсінетін болады. Ал кейбір мергендерге қарыз адамдар қарызын қайтаруы мүмкін. Есіңізде болсын, қазіргі уақытта ақшаны жұмсамай, оны жинақтағаныңыз жөн. Тауешкі, бүгінгі күні аса сақтық танытқаныңыз жөн. Сіздің қабылдаған шешімдеріңіздің соңы көптеген өзгерістерге алып келуі мүмкін. Іскерлік өміріңізде жақсы өзгерістер орын алуы ықтимал. Кейбір тауешкілер қосымша табыстың көзін табуы мүмкін. Ал жеке өміріңіздегі жағдайлар аса жеңіл болмайды. Бірақ сіз барлығымен де ортақ тіл табатын боласыз. Тауешкілерге бүгінгі күні қаржы мәселелерін талқылауға кеңес бермейміз. Ал кешкі уақытта жақсы хабарды күтіңіз. Су құйғыш біраз шаруаны атқарып үлгеруге болатын сабырлы және жайлы күн болмақ. Сіз көп нәрсені өзіңіз бастайсыз және бұл айналаңыздағы жандарға ұнайтын болады. Сізге көмектесіп және қолдайтын адамдар аз болмайды. Ал кейбір су құйғыштар жаңа серіктестермен ұзақ уақытқа серіктес болу жөнінде келісім жасай алады. Күннің екінші жартысы ерекше жерде отырып, көңіл көтеруге қолайлы. Айналаңыздағы жандарға сіздің ерекше көңіл күйіңіз бен орынды әзілдеріңіз аса ұнайтын болады. Ал әзіл мен қалжың сізге маңызды мәселелерді шешу барысында көмектеспесе, кедергі жасамайды. Балықтар өте өнімді күн. Тез әрекет ету керек. Сізге әрбір нәрсені терең ойланып отыратын уақыт жоқ. Жақын достарыңыздың кеңесі сізге қателіктер жасамауға көмектеспек. Күтпеген жерден тосын сый немесе кішігірім сыйлықтар алуыңыз мүмкін. Ал күннің екінші жартысы ерекше кездесулерге толы болмақ. Сіз өзіңізге ұқсамайтын ерекше жанмен танысуыңыз ғажап емес. Осындай танысулар сіздің көзіңізді ашып, бойыңыздағы ерекше қасиеттерді байқауға көмектеспек. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.